Сәлеметсіздер ме? Сіздермен қызықты математика видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен 1-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау есептерін шығаратын боламыз. Бұл менде 2-ші нұсқасы, каналымда 1-ші нұсқасы бар. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Бірінші, бір мүшенің коэффициенті мен дәрежесін анықтаңыз дейді. Бір мүшенің коэффициенті дегеніміз осы айнымалылардың алдында тұрған сан, иә? Егер бізде мына жақта бөлімінде сан тұратын болса, ол да бізде бір мүшенің коэффициенті ретінде болады. Яғни, мына жақта коэффициентіміз 11-ден 7 екен. Енді дәрежесін тап десе, дәрежесі дегеніміз, яғни осы бір мүшенің құрамына кіретін айнымалылардың дәрежелерінің қосындысы. Бізде мынау x-тің 7 дәрежесі, y-тің 1 дәрежесі, яғни 7-ге 1-ді қосамыз, 8 болады екен. Ондай жауап бізде бар, яғни жауабы бұл болады. 11-ден 7 және 8. Так, екінші есеп. Егер үшбұрыштың қабырғалары көп мүше түрінде берілген болса, онда оның периметрін табыңдар дейді. Үшбұрыштың фигурамызды сызып алайық. Үшбұрыш бізде үш қабырғасы бар. Осыны үш қабырғасы бар фигурамызды үшбұрыш деп айтады. Оның, яғни А қабырғасы бізде 2xy куб болса, Б қабырғасы 3xy куб қосылған 6x азайтылған 4y болса, С қабырғасы 2xy куб қосылған 2x екен. Енді периметрін тап деп тұр. Периметрі бізде осы үш қабырғасын бір-біріне қосуға тең, яғни А қосылған Б қосылған С. А бізде 2xy куб болса, қосылған Б бізде 3xy куб қосылған 6x азайтылған 4y болса, С қабырғамыз 2xy куб қосылған 2x екен. Енді бұны біз осылай қалдыра алмаймыз. Бұны біз ұқсас бірмүшелерді біріктіруіміз керек. Ұқсас бірмүшелер, яғни құрамындағы айнымалары бірдей болу керек дәрежелеріне дейін. Сонда 2xy куб, 3xy куб, және 2xy куб бір-біріне ұқсап тұр. Бір-біріне қосайық. Алдындағы коэффициенттерін ғана қосамыз. 2-ге 3-ті 5, 5-ге 2 7. Сонда 7xy куб қосылған. Келесі ұқсас бір мүшеміз бізде 6x и 2x. Екеуін бір-біріне қоссақ 8x болады. Азайтылған 4y. Келесі үшінші есеп көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Үшінші есеп 4x квадрат қосылған 4xz қосылған 3x қосылған 3z. Оқушылар қараймыз, көбейткіштерге жіктеңіз десе, яғни біз мына жақта ортақ көбейткіштерді жақшаның сыртына шығарып, 2 немесе 3 жақша ретінде жазуымыз керек. Қарап тұрсақ, 4x квадрат қосылған 4xz-тің алдындағы жаңағы коэффициенттері бірдей, яғни бір көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ болады. Бұл ортақ көбейткіш бізде 4x екен. 4x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде x қосылған z қалады. Яғни біз не істедік? 4x-ті шығардық, 4x квадратқа 4x-ті бөлдік, x қалды, 4xz-қа бөлдік, 4x-ті z қалды. Енді келесі 3x пен 3z-тің ортақ көбейткіші 3 болады. Жақшаның сыртына шығарсақ, x қосылған z қалып тұр. Енді x қосылған z бізде ортақ көбейткіш, оны біз жақшаның сыртына шығарамыз. X қосылған z деп, жақшаның ішінде 4x қосылған 3 қалады екен. Спорт залдың көлемі 1700 метр куб, яғни көлемді V деп жазамыз, 1700 метр куб. Әрбір куб метрге дейді, яғни 1 метр кубқа бізде 2,3, 10-11 дәрежесі бірлік шан сәйкес келсе, спорт залда қанша бірлік шан болатын анықтап жауабын стандарт түрде жазыңыз дейді. Біз бірінші мына көлемімізді стандарт түрге келтіруіміз керек. Стандарт түр дегеніміз, яғни алдымыздағы санымыз А бізде 1 мен 10-ның арасында болу керек. Яғни 1700-ді 1,7, 10-ның 3 дәрежесі деп жазсақ болады, метр куб. Енді қараймыз, сонда бізде барлық көлем осылы болса, 1 метр кубқа 2,3, 10-11 дәрежесі шан келетін болса, яғни 1,7, 10-3 дәрежесін
біз көбейтеміз 2,3 оның 11 дәрежесіне. Бірінші сандарымызды көбейтіп алайық. Бізде 3,91 болады. Енді дәрежелерімізді көбейтіп алсақ, 3-ке 11-ді қоссақ, оның 14 дәрежесі. Яғни барлық спорт залдың көлеміне бізде 3,91, оның 14 дәрежесі шан келеді екен. Есептеңіз. 2-ден 1 минус 2 дәреже, азайтылған минус 9-дан 5-тің 0 дәрежесі, қосылған 3-тен 1-дің 2 дәрежесі, бөлінген 3. Так, бізде 2-ден 1 ол 2-нің минус 1 дәрежесі деп жазсақ болады. Минус 2 азайтылған. Кез келген саны 0 дәрежесі бізде 1-ге тең, қосылған 3-тен 1-дің 2 дәрежесі, яғни 1-дің квадраты, 3-тің квадраты ол 9, бөлінгенді біз көбейту қылып, 3-ті бөліміне жіберсек болады. Енді минус 1-ді минус 2-ге көбейтсек плюс 2 болады. Плюс 2, яғни 2-нің 2 дәрежесі ол бізде 4-ті береді. Яғни 4 азайтылған 1 қосылған 9 3-ке көбейтіледі, 27-де 1 болады. Сонда 4-тен 1-ді азайтсақ 3 қосылған 27-де 1. Енді ол бізде бүтін сан болғандықтан 3,27-де 1 деп осылай жаза салсақ болады екен. 6-шы есеп. Егер шаршының ауданы 9 есе үлкейтсе, онда оның периметрі қаншаға үлкейеді дейді. Бірінші 2 шаршымыздың суретін салып алсақ болады, сіздерге түсінікті болу үшін. Мынау бізде бірінші шаршы, мынау бізде екінші шаршы, я? Негізі біз айтып тұрған жоқ, бірінші шаршының ауданы екінші шаршыға ауысты деп айтып тұрған жоқ. Біз тек қана бір шаршыны 9 есе үлкейтіпті. Мынау сонда бізде шаршының үлкейтілмеген түрі, мынау шаршының үлкейтілген түрі деп елестетіңіздер. Бізде шаршының бір қабырғасын x деп алсақ, сонда бізде екінші ауданы жаңағы x квадрат болады. Кез келген шаршының ауданы бізде бір қабырғасының квадраты болады. Сонда бізде екінші, мынау бірінші күн. Сонда екінші шаршымыздың, яғни үлкейтілген шаршымыздың ауданы 9 есе үлкейді десе, яғни 9x квадрат болады. Бұл жақтан енді қабырғасы қанша есе үлкейгенін табу үшін 9 бізде 3-тің квадраты, яғни 3x-тің квадраты. Сонда үлкейген қабырғамыз бізде 3x-қа тең екен. Енді периметрін анықтап алу керек. Периметрі дегеніміз осы 3x-ті 4-ке көбейтеміз, яғни 4 көбейтілген 3x. Сонда бізде қабырғамыз 12x-қа тең екен. Ал үлкейтілмеген шаршымыздың периметр бізде 4x-қа тең еді. Енді бізде P2 болса, мынау бізде P1 болса, сонда бізде сұрап тұр, үлкейтілгеннен кейінгі периметрі қанша есе үлкейді десе, яғни P2-ні біз P1-ге бөлеміз. Сонда 12x-ті 4x-қа бөлсек, бұл бізде 3 есе екен. Яғни жауабы шаршының периметрі 3 есе үлкейді деп жауап бересіздер. Мынаны барлығын әдемі қылып жазасыздар. Оқушылар, осымен видеом аяқталды. Бұл бізде 20 ұпайлық 90-дық жиынтық бағалау бақылауы болған. Есептерді жақсылап түсініп алыңыздар. Мен сіздерге көшіру мақсатында көрсетпеймін. Осы есептерді түсінсін деген мақсатпен сіздерге видеоны түсірген болатынмын.